Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге менің сүйікті тағамдарымның бірі гуляшты дайындаймыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Ең алдымен сұйық май мен сары майымызды салып, пиязбен жақсылап қуырып аламыз. Сонан соң етін саламыз. Жақсылап қуырып, етті шамамен жарты сағаттай баяу отқа қақпағын жауып пісіреміз. Томатқа су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай бір келке етіп бөлек алып қоямыз. Міне қараңыздар, етіміз шамамен жарты сағаттай қайнады. Баяу отта пісіріп аламыз. Енді ұнымызды салып, міне тағы да араластырамыз. Міне енді жаңағы томатты құямыз. Жақсылап араластырамыз. Астына жабысып қалмауы керек. Міне қараңыздар. Міне осылай тағы да шамамен жарты сағаттай пісіріп аламыз. Етіміз жұмсақ болып піскенше пісіреміз. Міне тағы кішкене су құямыз, өйткені өте қою. Міне осылай жай астын басып қойып қайнатамыз. Қараңыздар, қайнап жатыр, иісі тамаша. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын және лавр жапырағын саламыз. Енді картошкамызды суға пісіріп алғанбыз. Оған кішкене ғана сары май және де сүт, тұз, бұрышын салып, жақсылап мінекей бір келке етіп езіп аламыз. Міне осылай қараңыздар. Мінекей гуляшымыз дайын болды. Ұсына берулеріңізге болады. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.